Шымкенттегі қанды қылмыс. Күдікті ұсталды. Шымкент қаласында Төлеметов пен Өтегенов көшелерінің қиылысында аса қатыгез қылмыс жасалды. Пышақ жарақатынан 21 жастағы бойжеткен көз жұмды. Бұл туралы өзгеріс.инфо сайты хабарлайды. Қыздың өліміне қатысты күдікті ұсталды. Полицияның мәліметінше, іздеуде жүрген 29 жастағы ер адам табылып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Ол қызды пышақтап өлтірді деген күдікке ілінген. Еске салайық, 11 қаңтар күні кешке Шымкенттегі көпқабатты тұрғын үйдің маңынан жас қыздың мәйіті табылған болатын. Марқұмның денесінен пышақ жарақаттары анықталған. Қазіргі таңда аталған дерек бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты бастапқыда естігенде кез келген адам селт етпей қоймайтын шығар. 21 жастағы бойжеткеннің осындай қатыгездікпен өмірден өтуі әрине үлкен қасірет. Ең бастысы күдіктінің ұсталғаны қоғам үшін маңызды сигнал шығар. Бұл әділдікке деген үміттің бар екенін көрсетеді. Қазір эмоцияға ерік бермей, тергеудің заң аясында ашық әрі әділ жүргізілуі аса маңызды. Қаза тапқан қыздың жақындары үшін бұл қайғының орнын ештеңе толтырмайтыны анық. Бірақ істің соңына дейін жетуі ең аз дегенде моральдық тыныштық әкелуі мүмкін. Мұндай оқиғалар қоғамға үлкен ой салады. Қарапайым көшеде, тұрғын үйдің маңында адам өмірінің қиылуы қауіпсіздік мәселесіне қайта назар аудартады. Бұл тек бір адамның қылмысы емес, алдын алу, түсіндіру, жауапкершілік сияқты кең ауқымды мәселелерді де қозғайды. Әрбір адам өмірі қымбат екенін, ал зорлық-зомбылықтың соңы қайғымен аяқталатынын ұмытпауымыз керек.